Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы 6 бөлім қоршаған орта және энергия ресурстары. Сабағымыздың тақырыбы қоршаған орта және сабағымызға берілген оқу мақсаты. Мәтінде көтерілген мәселені талдай отырып, негізгі ойды анықтау, сөйлем ішінде бірыңғай мүшелер және айқындауыш мүшелерді қолдана білу. Сабағымыздың соңында күтілетін нәтиже мәтінде көтерілген мәселені талдай отырып, негізгі ойды анықтайды, сөйлем ішінде бірыңғай мүшелер және айқындауыш мүшелерді қолдана біледі. Мәтінді мұқият оқыңдар. Мәтін стилін және түрін анықтаңдар. Мәтін 144 бетте көрсетілген. Жыл сайын 5 маусымда дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күні атап өтіледі. Бұл атаулы күн 1972 жылдың 15 желтоқсанында Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының 25 сессиясында жария етіліп, сол жылы өткен қоршаған орта проблемалар жөніндегі Стокгольм конференциясының қарарына сәйкес бекітілді. Қарарда бас ассамблея Біріккен ұлттар ұйымының жүйесіндегі мемлекеттер мен ұйымдардың барлығын бұл күні қоршаған ортаны қорғауға және оны жақсартуға деген ұмтылыстарын көрсететін түрлі іс-шараларды өткізуге шақырады. Сонымен бірге, Біріккен ұлттар ұйымының жүйесіндегі жаңа ұйымның қоршаған орта жөніндегі бағдарламасы құрылды. Дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күні жыл сайын ЮНЕП ұйымының мұрындық болуымен атап өтіледі. Бұл күнді атап өтудегі мақсат әрбір азаматты қоршаған ортаны қорғауға баулу. Басқа сөзбен айтқанда, әлем халықтарына табиғатты қорғау мәселесіндегі негізгі күш адамдардың өз қолында, қоғамның алдында екенін түсіндіру. Сондай-ақ, күллі әлемдегі елдер мен халықтардың қауіпсіз және бақуатты келешегін қамтамасыз ету үшін әріптестік қарым-қатынастардың пайдасы зор екенін ұғындыру. Дүниежүзілік қоршаған орта күні елімізде жиындар, велосипедшілер шеруі, концерттер, шығармалар мен үн қағаздар конкурсы, көшеттер отырғызу сияқты шаралар, аулалар мен көшелерді тазалау науқандары өткізіледі. Мәтінге байланысты сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ: қоршаған ортаны қорғау күнін атап өтудің қандай мақсаты бар? Екінші: қоршаған ортаны не себепті қорғау керек? Тілдік мақсаттағы сабағымыздың тақырыбы сөйлемнің бірыңғай мүшелері. Бір ғана сұраққа жауап беріп, бірдей қызмет атқаратын, көбінесе бір тұлғада, бір сөз табынан жасалып, бір ғана сөзге қатысты болатын сөздер тобын сөйлемнің бірыңғай мүшелері дейміз. Бірыңғай мүшелер жалғаулықсыз да, жалғаулықшылаулар арқылы да байланысады. Бірінші: ыңғайластық жалғаулықтар: және, әрі, мен, бен, да, де, та, те. Кезектестік жалғаулықтар: біресе, бірде, кейде. Талғаулық жалғаулықтар: не, немесе, не болмаса, әлде. Қарсылықты жалғаулықтар: бірақ, дегенмен, алайда, тағы басқа. Сөйлемнің тұрлаулы мүшелері де, тұрлаусыз мүшелері де бірыңғай мүше бола алады. Жалғаулық шылаулар қайталанбай, бір-ақ рет келсе, араларында үтір қойылмайды. Ал жалғаулықсыз шылау келсе, немесе жалғаулық шылау бірнеше рет қайталанса, олардың арасында үтір қойылады. Мысалы, бірыңғай бастауыштар: көргендер де, көре алмағандар да мәз. Бұл жерде көргендер кімдер бастауыш болып тұр. Көре алмағандар кімдер, бұл да бастауыш, яғни бірыңғай бастауыш. Кімдер деген сұраққа жауап береді. Бірыңғай баяндауыштар: жауабын айт, не сұрастырып көр. Айт және сұрастырып көр сөздері баяндауыш, яғни не істе сұрақтарына жауап беріп тұр. Бірыңғай толықтауыш: азды да, көпті де бағала, нені бағала, азды да, көпті де бағала. Толықтауыш. Бірыңғай пысықтауыш: не қыздың, не жігіттің сөзі керек. Кімнің сөзі керек? Не қыздың, не жігіттің сөзі керек. Бірыңғай пысықтауыш: Ділдә абайға сүйкімді сұлу көрінді. Қалай көрінді? Сүйкімді сұлу көрінді. Бірыңғай пысықтауыш. Кері байланыс тапсырмасы 164 беттегі 5-ші тапсырма. Бүгінгі біздің сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.